Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шоколадный пломбир тортын дайындаймыз. Бұл торттың дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ауызда еритін өте керемет торт, және менің клиенттерімнің жүрегін жаулаған хит торттың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен корждарын дайындаймыз. Мына жерде сгущенка холодильниктен алынған. Осының үстіне жұмыртқаны саламыз. Және сары май менде бір алдын ала жаңа холодильниктен шығарылып қойған, яғни жұмсақ. Енді осы үшеуін біріктіріп аламыз. Сгущенка мен рогачев немесе три желания қолданам. Яғни сгущенкаңызды сіздің өте сапалы болу керек, ол торттың дәміне әсер етеді. Құрамында ешқандай жаңағы эмульгатор, растительный май деген нәрсе болмау керек. Енді осының үстіне какао, разрыхлитель, оның үшеуін саламыз. Какао менде Африка немесе Германия қолданам. Именно алкализированный деген түрін қолданам. Анау рахатовский түрі, ашық, қоңырлау деген какаолар болмайды. Қолдансаңыз болады, бірақ корждарыңыздың түрі светлый болып қалады. Енді болды, осылардың бәрін әдемі масса болғанша осы венчикпен араластырамыз. Мына жерде шетіне жағылғандарын лопаткамен бір жинап аламыз. Міне тестамыз біраз араласқаннан кейін кремообразный сияқты әдемі болады. Енді пергаментімді дайындап аламын. Мен өзім әдетте осы қақпағымды қолданамын. Всегда бұның диаметрін өлшеп мен описаниеге жазып кетемін. Ол жаңағы торттың тақырыбы тұрады ғой, атауы, соның жанында еще деген сөзді бассаңыздар, торттың полный құрамы шығады. Кейде әдетте менен таппай сұрап жатады, составын жазбапсыз деп, ол міндетті түрде описаниеде жазылады. Міне осындай 7 пергамент дайындап аламыз. Сіздер не болмаса, кольцо бар ғой, сонымен де сіз пісірсеңіздер болады, кейін сонымен басып кесе саласыздар. Енді теңдей 7 бөлікке бөліп аламыз. Мен енді көз мөлшермен бөле саламын, үйренгендіктен. Сіздер болмаса кәдімгісімен өлшеп теңдей бөліп алыңыздар. Егер бірінші рет жасап тұрған болсаңыздар. Міне бөлдік, барлығын салып болдым. Енді осыны қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Мен жаңағы сызықты сыздық қой, соның несіне сызыққа бір жарты сантиметр жеткізбей, осылай жайып алған дұрыс. Піскен кезде ол итак жайылып соған жетеді. Сонда жаңағы қақпақпен кескен кезде көп артық несі қалмайды, корждары. Енді осыны 200-210 градуста пісіріп аламыз. Зубочисткамен тексереміз. Барлық 7 слойды пісіріп алдық. Енді бисквиттің, корждың артық несін, тестасын кесіп тастаймыз. Мысалы, менде біріншіде артық қалған жоқ. Міне дәл қақпақтың размерімен келіп тұр. Сондықтан оны кесудің қажеті жоқ. Міне корждарымыздың түсі әдемі, жұмсақ болады. Астында көрсетемін, қазір міне зертемін. Кәдімгі воздушный болып тұр. Енді кремін дайындаймыз. Салқын сливки. Осының үстіне сгущенкамызды саламыз. Және қантымызды саламыз. Енді осыны плотный крем болғанша миксерлаймыз. Мен миксердің жылдамдығын жайлап көтеріп отырдым. Тек қана сливкимен жасалатын кремдерде мен әдетте 33% пен 35% келдегі араластырып жасаймын, чтобы крем плотный болу үшін. Тек 33-тен плотный крем шығама, білмеймін, мен енді ол редко болады. Сливкидің кейде составына байланысты венчиктің іздері қалып тұр, плотныйлығы көрініп тұр. Енді осының үстіне 20% сметанамызды саламыз. Осы венчиктің көмегімен сливки мен сметанамызды біріктіреміз.
болды, креміміз дайын. Воздушный, қою, формасын жақсы ұстайтын крем болды. Енді тортымызды жинаймыз. Әр слойға 2 лопатка кремнен жағамыз. Торттың бетіне обтяжка жасауға біраз көбірек крем алып қалу керек, чтобы беті аппақ болып, кождары көрінбес үшін. Барлық слойды осылай шетінен жинап шығамыз. Кремдеріңіз қою болса, торт биік болады. Қалған кремнің бәрін осылай бетіне, жанына барлығын жағып шығамыз. Сөйтіп тортымызды тегістейміз. Тортымызды обтяжка жасап болдық. Енді подложкамызды тазалап сүртеміз. Егер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде подложкаларыңыз таза болсын. Өйткені крем жағылып тұрған ол уже клиенттің көзіне өте жаман көрінеді. Осылай сүртіп болғаннан кейін холодильникке бір жарты сағатқа қойып қоям мен. Кейде бір 15 минут, содан кейін барып алып, уже сыртын тоқымдарымен қаптаймын. Негізі бағана шетін кескеннен артық қалғаны, сосын пергаментті қырып, түбінде жабысып қалғандарын, соларды қырып мен печкаға кептіріп аламда, солай жинаймын. Ал енді мен көп жаңағы вупи пісірем, солардың астында да осылай қалады, мен солардың бәрін қырып осылай жинап қоям заранее. Сондықтан менде мына жерде көп болып тұр. Холодильникте сақтаймын оны. Осындай тортқа заказ түскен кезде сонымен осылай қаптап шетінен, чтобы жіберуге дайын тұру үшін. Біз жасаған бір торттан мұндай көп шықпайды, сондықтан бағана біз жайып пісірдік қой пергаментке, сол үшін пергаментке кішкене жұқарақ етіп жаясыздар, бағана сызықтан сәл асырып жаясыздар, чтобы осындайға артық корж қалу үшін. Міне барлығын жауып болдық. Менде заказ болғаннан кейін үстіне жазуын жазып қойдым. Енді осыны өздеріңіздің қалаған жеміс жидектеріңізбен сәндейсіздер, сонда әдемі көрінеді. Осы видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде осы тортты пісіріп көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Және пісіріп ұнаған болса, онда кейін осы видеоның астына комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен күтемін.